Өкашата деген бар аяқта оңтүстікте. Шелегіңді лақтырасың барып. Күнәңді анау шешіп береді сенің. Күнәһарсың ба, күнәһар емессің ба? Аллах тағала солай уақит түсірген ба ана жерге білмеймін. Күнәңді шелекпен, қашаннан бері күнә шелекпен өлшенетін болды қауғамен. Ол коммерциялық ұйымдар олар. Олар коммерциялық ақша жасап отқан, ойлана алмайтын ақымақтарды ақымақ қылып отқан кішкентай бір не? Ақша табу құралы. Ақыл, Алла ақыл берді ғой, сау адам күнәсі қауғамен өлшенеді деген қақтан Абай да айтқан жоқ қой ол нәрсені. Құранды, пайғамбар хадисін қойып қояйық, Абай шәкәрімдердің сөзін қарайық машһүр. Сендердің күнәларың қауғадағы шелектердің кейбірімен өлшенеді деген бір нәрсе жоқ. Бірақ олар не істеп жатыр? Бұл жерге бару Аллахқа серік қосу болып табылады. Күнәларды өлшеуші де, тазалаушы да, кешіруші де ол жалғыз кім? Алла. Періштелердің өзі өлшей алмайтын сауаптар мен күнәлар бар. Бірақ Алла инналлаха сариул хисаб дейді. Аллах тағала есепке келген кезде ол ешқандай ондай есепші жоқ дейді. Өте жылдам есептеуші Аллах тағала.